Апалы-сіңлі бір жігітке ғашық болған. Күйеу жігіт әпкесін тыңдайды, үйленеді. Жұбайлар басқа қалаға қоныс аударады. Себебі үйлену тойда апалы-сіңлінің жанжалы болған. Уақыт емші кіші қыздар теңін жолықтырып тұрмысқа шығыпты. Бірнеше жылдан кейін апалы-сіңлілер төркінде кездеседі. Осы кездесу олардың өмірін өзгертеді деп ешкім ойламаған. Талай жыл тұншыққан сезім, ғашықтық, сағыныш оты тұтанады. Сіңлісі әпкесінің күйеуіне ғашық екенін түсініп, ешкімге білдірмей бір-бірінің телефонын жазып алады. Екеуі ел-жұрттан жасырынып кездескен. Екеуінің кездесіп жүргені әшкере болып, кіші қызды қайын жұрты қуып жібереді. Төркіні де қабылдамайды. Балалар әкесімен өмір сүруді таңдайды. Ал әпкесі көзіне шөп салғанына қарамастан жездесін кешіріпті. 50 жасқа таяғанда әйел опасыздық жасап опық жеді. Оның өз өмірі десек те сезім, махаббат деп отбасына мұндай қасірет әкелген адамды құптамаймын. Бір еркек неге сүттен ақ судан таза болып шығады? Ол еркек періште ме? Әйелді жазалап еркекті неге ақтамайды? Осындай отбасылық жанжал болғанда ер адам жиі отбасына оралады. Ал адасқан әйелдің алды жар, арты құз. Кеше әйел мұңын шақты. Ғашық болғаным үшін кінәлімін бе деп жылайды. Мен оған бір ауыз сөз айтпадым. Өйткені мен оның жан дүниесін түсінемін бе? Ақыл айту оңай. Ол өзін тыңдайтын адам іздеген шығар деп түсіндім.